Мына қандай халық болсын, өзінің мәдениетін жаңағы жазба мәдениетінен бастайды. Біздің тарихымыздың ең алғашқы қағаз бетіне түскенде, тас бетіне түскенде, алтын күміске жазылғанында осы көне түркі руникалық жазумен сақталған. Олай болатын болса, біздің халқымыз сонау көне дәуірден бері қарай өзінің арнайы жазу болғандығын дәлелдейді. Руника деген сөзді қазір біз атауды біз бітік деп атап жүрміз. Енді мен өз басым осы руникалық жазумен кейінгі 30-40 жыл бойы айналысып келе жатырмын. Осы жазудың шығу тегіне байланысты, және орқын жазуының тіліне байланысты докторлық диссертация қорғадым. Міне осыны зерттеген кезде шығысы анау Хианған асуы, Маньчжуриядан бастап, батысы Қырым түбегіне дейінгі аралықтағы біздің жыл санауымыздан бұрынғы 14-ші ғасырдан бастап, біздің жыл санауымыздың 11-ші ғасырына дейінгі аралықтағы, үлкен ареалда аралықтағы, осы Евразия аймағындағы өмір сүрген түрк тайпаларының және моңғол тайпаларының көшпелілердің таңбаларының бәрін зерттедім мен. Бұл жазудың шығу тегі басқадан алған емес, басқадан қарыздап алған дүние емес, басқадан сұрап алған дүние емес, тек қана түрк халқының, түрк тайпаларының өздерінің өнімі, өздерінің еңбек екенін анықтадық. Ал енді сақ тайпалары, жаңағы 14-ші ғасыр деген, біздің жыл санауымыздан бұрын 14-ші ғасырдың фактісін сіз қайдан алдыңыз деген сөз шығады бұларда. Мына Қытайдың ұлы қорғанының сыртында Шенду дейтін жерден біздің жыл санауымыздан бұрынғы 14-12-ші ғасырға жататын осындай көне молалардан қалай қаңылтырға жазылған жазулар табылған. Оның сыртында біздің жыл санауымыздан бұрынғы 5 пен 3-ші ғасыр аралығында оның хуннуға дейінгі аралықта пышақты ақша ретінде пайдаланған пышақты. Сол пышаққа жазылған, сақталған көне таңбалар осынғы біздің мына орқын енесей жазуларының руникасы бәрі сонда сақталған. Міне осының барлығын нені көрсетеді? Бұның барлығы жаңағы көне сақтар, ғұндар өзінің кезінде өзінің ұлттық жазу болғанын көрсетеді. Оның сыртында мына Қытай деректерінде. Яғни сіздің ойыңызша ол әлемдік жазудың дамуы бар ғой. Әлем өзіндік дамыған нәрсе дейсіз ба? Бұл әлем өркениетіне түрік халқының қосқан аса үлкен үлесі. Бірақ жазудың өзіндік тарихы бар ғой. Өз тарихы бар. Сол бойынша бәрі бір-бірімен байланысты. Сіздің ойыңызша бұл көне түрік жазуына сырттан ешқандай ықпал болған жоқ. Жоқ, өзіндік. Оның біткен фактісі, біткен дүниесі, біткен мәдени және құндылықтары сақталған. Бәрі сақталған. Ал сақ дәуіріндегі жазбалар ше? Ал енді руникалық жазуларға қандай қатысы бар? Сақ дәуіріндегі жазулар былай. Ең әуелі тарихи деректерде, Қытайдардың деректерінде сақтарда жазу болған, ғұндарда жазу болған дейді. Ғұндардың арғы атасы Са деп тұрып жазып кеткен одар. O da сақ деген сөз. Енді Европаның көне деректерінде скиптердің өздерінің ұлттық жазу болған деп ашы жазып кеткен. Енді осы жазулар бізде табылып жатыр қазір. Мәселен, есіктен табылған, сақ қорғанда табылған жазу, ана қалай Ожаудан шыққан жазу. Енді оның сыртында қазір мына Моңғолиядан табылып жатқан жазулар, тек биылғы жылдың өзінде біз сақ ғұн дәуірінің 3 жазуын тауып әкелдік. Осының барлығы көне түрік жазуының алғашқы формасы екенін көрініп. Нышандар. Бірақ сол есік жазуы толық оқылды ма қазір? Бұл оқылған жоқ. Оқылмаған себебі. Бұны ғалымдар орқын енесей жазуының методологиясын оқымақшы болды. Соның ережесін салды. Оған келмейді. Бұның өзінің методологиясын жасау керек. Неге? Орқын жазуы дегенде, орқын ескекшен жазуы, енесей жазулар қалай дегенде, біздің заманымыздың 571 жылдан бастап бұның грамматика жасалып кеткен. Ғылыми грамматика жасалып кеткен. Анау ғылыми грамматика жасалмай тұрған кезде ағымдағы таңбаларды қосып жазып өздерінің немедерін, ой пікірлерін белгілеп кеткен дүниелер. Сіздің ойыңызша бұл сақтар қандай нәсілге жатты? Мысалы, Қазақстанның бұрынғы кеңес одағы кезіндегі тарихында сақтар парсы тілді және көне түркі тілді деген екі топқа бөлінді деген сияқты жорамал бар. Сіздің ойыңызша сақтар парсылар ма әлде түріктер ме? Бұларда менің жеке ойыма айтатын болсам, бұл келмейді. Ғылыми бұған дәлел керек. Соңғы кездегі
ДНК генетикалық зерттеулер бойынша, әсіресе Американың, мына орыстың ғалымдарының, Бабилов атындағы генетика ғылыми зерттеу институттерінің зерттеу бойынша, генетикалық зерттеу, басқа емес. Түсінікті. Генетикалық зерттеу бойынша осы сақтардың мекендегі біткен аймақтарындағы халықтарға жасаған, сүйегіне жасаған генетикалық зерттеу бойынша бұдар түрік екені анықталды. Бұдар толық түрік. Ал енді былай, Шыңғысханның әскерінің 5% монғолдар. 95% басқа түріктешін оқығанды. Түрік тілінде. Енді сосын мына Европаға барған кездегі сол Шыңғысханның әскердерінің суреттерін салған. Мен бірнеше суреттерін тауып алдым. Өзіміздің бүгінгі қазақ шапан киген қазақтар. Қазақтың шошақтың мағы. Түркі халықтары мен моңғол халықтары туыс деп айта аламыз ғой енді. Бұл енді арғы шығу тегі біреу-ақ қой, туыс. Бұлар қайт дегенде мына Hun империясы ортасынан екі жарылды ғой. Екі жарылды, бір жарым былай батысқа қарай көлбеді, бір жарым шығысқа кетті. Сол кезде мына Хундардың қол астында Оқуан дейтін тайпа болған. Оқуандар таза монғолдар. Енді орыстың ғалым болсын, Европаның болсын, Қытайдық болсын, бәрі айтады. Ал енді Қытай деректерінде өзі күні бүгінге солай жазады. Бұрында жазып келген. Хундар, хуннулар, бұдар таза түріктер деп. Енді осы күні мына монғолдың ғалымдары монғол елінің енді атағын шығару үшін мынандай не істеп жатыр, хундар ол монғолдар еді деп. Одар қазір мына құн зерттеуін монғолдар өте күшті жүргізіп жатыр. Тек қана соңғы 20 жылда 560 дана құндардың моласын ақтарған. Бұған және ДНК генетикалық зерттеулер жүргізген. Онысының бәрін қазір жасырып отыр. Ол генетикалық зерттеулерді анализдер кім істеді дегенде Оңтүстік Кореяға, Жапонияға, Францияға, Германияға жазады. Соның бірде-біреуін бұлар қазір жарияламай отыр. Жарияламай отырған себебі оның барлығы түріктер екені анықталды. Бұлар да Бәзіхан Ақсақал ол кісі үлкен ғалым ғой. Ол үлкен алтайст, үлкен монголоведик сондай ғалым. Ол кісі түрік тілінің, түрік пен моңғол тілінің ортасында, жаңағы сөздің түбір сөздің өзінің 40% бірдей екенін анықтады. 40%. Бұл аз емес. Енді жалғаулықтың 60% бірдей екенін анықтады ол кісі. Қазір қоғамда мынадай пікір бар. Түркі тілдес халықтар бар ғой. Соларға бір ортақ қарып жасаса деген. Енді былай. Сол арқылы біз бір-бірімізді ауыз екі тілде жақсы түсінбесек те, сол қарып арқылы жақсы түсініп, бір-бірімізге жақындап, яғни туыстығымызды одан сайын тереңдете нығайта түсеміз деген ой. Енді осыған байланысты бір нәрсе сізге. Мына Совет үкіметі орнағаннан кейін орыстың атақты ғалымы Басқақов дейтін арғы шығу тегі түрік тектес. Осы адамға 17 түрік халқының алфавитін жасауды тапсырған. 17 түрік халқының алфавитін 17 түрлі қылып жасады ғой. Неге? Бұл үлкен қиянат. Тыңдап алыңыз. Тек қана мына өзіміздің ноғайлар ж тілмен сөйлейді. Ж тілмен сөйлейді. Біз ұқсаған. Ноғай кәдім қазақ қой, айырмашылық жоқ. Осының жысын жоғалтып жіберген. Қазір олар жас деп айтпайды, яш деп айтады. Жалын деп айтпайды, ялын деп айтады. Жылқы деп айтпайды, жылқы деп айтады. Неге? Түрік халықтарын біріне-бірін жақындастырмау үшін ең әуелі орыстың коммунист партиясы, СССР-дің коммунист партиясы біздің тілімізге шабуыл жасады. Осы түрік халықтарын біріне-бір жауып қою керек, және бірі-бірі түсінбеу керек, біріне-бірі алыс кету үшін. Революцияға дейін өзбек пен қазақ екеуі ешқандай аудармасыз сөйлесіп тұрған. Қазір сіз өзбек түсінесіз бе? Түсіне алмайсыз. Мен мына Хакасияға бардым. Хакасияға барып жүрсем, тілінде айырмашылық жоқ. Жанындағы тағы бір тайпа бар осылардың. Шордың ішінде жүрдім. Тәдім көзіміз қазақ тілінде сөйлеп тұр. Және де олар Алтай халықтарын, түрік халықтарын алтайлықтар деп бір ұлтқа біріктіре салғанда, ол да үлкен қиянат қой. Енді сол кезде идеология солай болды ғой.